Баршаңызға сәлем, мен каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін осындай песочный самса жасаймын. Жасалу жолы оңай, жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Жасалу жолын білгілеріңіз келсе, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін алдын ала мен 450 грамм ұнды өлшеп қойдым. Оған 200 грамм салқын сары май қосып кружка жасадым. Күштен өткізсеңіз де болады, салқын сары майды ұнға араластырып. Кружка жасап алып, оған 20% дүкеннің қаймағын қосып, қамыр иледім. 200 грамм қаймақ қостым. Одан кейін фаршын дайындадым. Фаршын 300-400 грамм фарш шамамен, 2-3 бас пияз, 1 картошка, татымына қарай тұз, бұрыш қостым. Әркім өз қалауынша жасайды. Қамырымызды бірнеше бөлікке бөлдім. Мен 16 бөлікке бөлдім. Менде орташа кішігірім самсалар шықты. Оны 3 бұрыштап түйдім. Әркім өз қалаған формасында түйеді. Одан кейін бетіне жұмыртқаның сарышын жағып шықтым. Қызып тұрған пеште 45 минут пісіріп алдым. Әркім өз пешіне қарай пісіреді. Менікі 45 минутта пісіп шықты. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Менің видеомды қарағандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.